2023 жылдың тамызына арналған жұлдыз жорамал. Тоқталар үшін 2023 жылдың тамыз айындағы жұлдыз жорамал. 15 тамызға дейін шұғыл істермен айналысып, айдың екінші жартысын шығармашылыққа арнаңыз. Жалғыз жүрмеңіз, команда жинаңыз. Серіктеспен қарым-қатынасыңызды жақсарту үшін өзімшілдіктен арылыңыз. Денсаулықты тексертуге ұмытпаңыз. 21 тамызға дейін ақша шығындамаңыз, себебі мәні жоқ. Торпақ. Тамыз айының соңында тұрмыстық техника, автокөлік, жиһаз және өміріңізді жеңілдететін құрылғыларды сатып алуға қымсынбаңыз. Мұндай заттың бәрі ұзағырақ сақталады. Жеке өмірде аса өзгеріс бола қоймайды. Эндокриндік жүйесінде ақауы бар адамдар тексеруден өтуі керек. Егіздер бизнес, жоғары технологиялар және ғылым саласында үлкен жетістікке қол жеткізеді. Өзін-өзі жұмыспен қамтып, компанияға көңілі толмайтындар тамыз айында жұмыс берушіден ауыстырады. Сіз отбасы мен жұмыс арасында үзіліс жасайсыз, бірақ денсаулығыңыз қиындық тудырмайды. Шаян. Жұмысыңыз бойынша бір саладағы мансап жолыңыз аяқталып, жаңа жолдың басталуы ықтимал. Отбасыңызбен және достарыңызбен көбірек уақыт өткізіңіз. Балаларға, бауырларыңыздың балаларына уақыт бөліңіз. Жақсы ұйқы және дұрыс тамақтану денсаулықты сақтауға көмектеседі. Арыстан үшін 2003 жылдың тамыз айындағы жұлдыз жорамал қандай? Онда біршама өзгерістер мен әурешілік болады. Арыстандар имиджін, қызмет саласын, қоршаған ортасын және әдеттерін өзгертеді. Бұл өмір сүру және қаржылық деңгейге оң әсерін тигізеді. Бикеш. Жалғыз жүруге тырысыңыз. Көп адамның ортасында болмауға тырысыңыз. Өз-өзіңізге есеп беру қателіктерді түзетуге, жаңа кеңістікті ашуға мүмкіндік береді. Жаяу жүру, йога және жүгіру арқылы дене бітімін сақтаңыз. Махаббатқа қатысты ашық сөйлесу және қарым-қатынас қажет екенін естен шығармаңыз. Таразы. Оларды жетістіктер мен жеңіс айы күтіп тұр. Спортшылар мен салауатты өмір салтын ұстанатын адамдар ең үлкен жетістікке жетеді. Махаббатта демократиялық қатынас орнайды. Қарым-қатынасты күшейту үшін бір-біріңізге еркіндік беріңіз. Қаржы жағдайы қиындық тудырмайды. Бәрі тұрақты болады. Қомақты дүниелерді сатып алу, қаржы жинау және инвестициялар болуы мүмкін. Сары шаянды тұрақтылық пен материалдық еркіндік күтеді, бірақ махаббатта өзгерістер болуы мүмкін. Толқу, құштарлық сезімі және адамды іздеуге итермелейді. Егер отбасыңыз бен сеніміңізді сақтағыңыз келсе, ырыққа бағыныңыз. Бойдақтардың алдына бірнеше таңдау бар. Асықпаңыз, айналаңызға мұқият қараңыз. Денсаулық жағдайы жақсы болады. Тек ауа райына қарай киініп жүрсеңіз болғаны. Экстремалдық спорт, таза ауада жасалатын жаттығулар жаңа хобби шаршағаныңызды басуға көмектеседі. Мергендер үшін тамыз айы жарқын әрі позитивке толы болады. Оң өзгерістер өмірдің барлық саласына әсер етеді. Мергендер үшін 2023 жылдың тамыз айындағы жұлдыз жорамалы. Оның жеке өмірінде романтиканың алауы тұтанады. Жұмысыңыздан жалақының өсуін, сыйақы күтіңіз. Мансап баспалдағында өсуіңіз мүмкін. Тамыздағы өмір салты жеңіл өтеді. Достарыңызбен кездесіңіз, жаңа шығармашылық хобби табыңыз. Денсаулық жағдайы тамаша, бірақ күзгі салқын түскенше алдын алу шараларын жасау артық болмайды. Тауешкі. Тамыз тұрақты болады және оң нәтижемен аяқталады. Қолға алған істер жоспарға сай болады. Отбасында, достар арасында түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Оны ашық сөйлесу арқылы шешуге болады. Демалысқа шығуға ұмтылыңыз. Тірек қимыл аппараттарымен күтумен қараңыз. Жұмыс орныңызда мамандығыңызды, оқуыңызды өзгерте аласыз. Ал қызметтегі өзгерістер табысқа жетелейді. Күнделікті тіршілікке, ойын-сауыққа ақша жеткілікті. Өзіңізге қысым жасамаңыз. Суқиғыш. Тамыз қорытынды шығару, татуласу, үзілген байланысты қайта жалғау, бірлестіктер ұйымдастыру, жұмысқа басшылық жасау айы.
Тамақтануға қатысты ақылға қонымды шектеулер және ішімдіктен бас тарту денсаулықты жақсартады. Махаббат бірінші орында болмайды, дегенмен қиындық тудырмайды. Балықтар өнер, дизайн, сән және сұлулық саласында еңбек ететін жандар шығармашылық тұрғыда өседі, өзін-өзі дамытады. Медицина, ғылым және психология саласының қызметкерлері табысқа жетеді. Өзіңізге жайлылық жасау үшін көбірек жұмыс жасау керек. Жаңа таныстардың ниеті шынайы баға беріп, жаныңыздағы серігіңізбен шын жүректен қарым-қатынаста болсаңыз, жеке өміріңіздегі жағдай реттеледі. Уақытында демалып, қалыпқа келсеңіз, денсаулығыңыз мықты болады. Тамыз айы жылдың өзгеріске толы маңызды айы болмақ. Көптеген белгі өкілдері өмірін жақсы жаққа өзгертуге талпынады. Кейбірінде тұрақтылық пен өркендеу кезеңі болады. Қателікке жол бермей, жайлылыққа жету үшін жұлдыз жорамалдың кеңесін пайдаланыңыз.